ұлы ақын, қазақ халқын танытқан әлемге айқын, елін, жерін, отанын әнге қосып, өлеңмен жылаған халқын жақын. Орыс халқы мақтанса Пушкинменен, Абай атам ұлы ақын еңбек ерін, қос ақынның оқысаңыз өлеңдерін, махаббаты мақтады елге деген. Ата сөзі қазақтың бойтұмары, оқысаң ашылады ой тұмана, қиналсаң ақыл қосып ақылыңа, жырларында жанашыр ой тұрады. Қазаққа бөледі екен Абай орны, талапшыл, қанағатшыл, терең ойлы, өнер, білім, ғылымды қадірлеумен қазақ елін ақиқат жолға қойды. 12 жас аралығында мұсылманша оқып хат таныған, ал 12 жасында семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқуға түседі. 14 жасында 3 ай орыстың Приходская школасында орысша сабақ оқиды. 15 жасынан бастап әкесіне көп көмегін тигізеді. Ел жұрт Абайды би етіп сайлайды. Абай ақын, Абай дана, ойшыл, заман суреткері, Абай аудармашы, Абай сазгер, Абай жас кезінен зерек, момын бала болып өсті. Бүгінгі заман адамдары 8 қырлы, 1 сырлы болып өсуі керек. Оның бастысы біздер үшін әдептілік. Әсерпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап бар қалан деп, Абай атамыз айтқандай, кішіге мейірімді, досыңа қайырымды, еңбек сүйгіш, шыншыл да қамқор болсаң, өсе келе ата-анаңның, отаныңның мақтаны боласың. Мынау тұрған Абайдың суреті ме, өлең сөздің ұқсаған құдіреті. Ақыл, қайрат, білімді тек ұстаған, бір Абайдың төтегінде, кім бетіне деп жырлапты жыр алыбы жағы. Абайдың орыс әдебиетіне бет бұруына себепкер оның орыс достары Брус пен Михалис болды. Ол екеуі де Абай ауылында қонақта болып, Абайды орыс әдебиетімен таныстырған. Абай, Пушкин, Лермонтов, Крылов, Толстой, Тургеневтің Нақылымен сана құрған қазағының Абайы, ақылымен дана болған бүкіл әлем Абайы. Абайдың 1890-1898 жылдар арасында жазған шығармалары қара сөз деп аталады. Жалпы саны 45 бөлек шығарма. Абайдың қара сөздері адамды адам болуға, ізгі ниетті, адамгершілік қасиеттерінің мол болуына, жаман дағдылары болуға үйретеді. Олай болса, Абай қара сөздерімен танысайық. Дүниеден ереу, балам бала болсын десең, оқыд, мал аяма әйтпесе бір үй қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетер ме, өзі рахат көрер ме, яқи жұртқа рахат көрсетер ме? Ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озбақ емес. Одан басқа нәрселермен озамын ғой демектің бәрі де ақымақтық. Абайдың әкесі Өскенбайұлы Құнанбай өз заманындағы атақ-даңқы алысқа кеткен беделді адамдардың бірі болған. Қарқаралы уезінің аға сұлтаны болып сайланған. Шешесі Ұлжан шешендікпен, тапқырлықпен аты шыққан. Ал сен Абай атамыздың қандай әнін шырқайын деп тұрсың? Мен Абай атаның көзінің қарасын шырқайын деп тұрмын. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі
толғаны іштегі дертті жоярсың. Зайрада зарлар қызылды, қара көңілім оянсын. Жыласын, көзден жас ақсын, омырауым боялсын.